етіп. Қайырлы күн құрметті көрермен, сіздермен бірге студент подкаст, оның жүргізушісі мен Ақбота және группаластарым Гаухар мен Нұрсәуле. Қайырлы күн. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз жалпы мектеп оқушылары арасында, жасөспірімдер арасында көп кездесетін ең өзекті мәселенің бірі буллинг тақырыбы. Жалпы ағылшын тілінен аударғанда буллинг ол келемеждеу, қорлау, мазақтау дегенді білдіреді. Негізінде буллинг дегеніміз ол тек мектеп оқушылары арасында емес, жалпы әртүрлі ортада кездеседі. Осы орайда сіздердің ойларыңызды білгім келіп отыр негізі. Мен өзім ойымды айтсам, жалпы біздің елімізде статистикаға сүйенсек, жасөспірімдердің 17,5% буллингке ұшырайды екен. Оның арасында 6,8% айына 2-3 рет ұшыраса, 11 және 15 жастағы жасөспірімдердің 14,5% сол буллингке қатысушылар екен. Жалпы психологтардың сөзіне сүйенсек, ең бірінші буллингке ұшыраған бала ата-анасына ескертіп, ата-анасы керекті шараларды қолдану керек. Ең бірінші керекті мамандарға сүйену керек. Осы буллинг тақырыбында бір жағдай есіме түсіп отыр. Алматы қаласы Қарасай ауданы Береке ауылында болған жағдай. 11 сынып оқушысы 10 сынып оқушысын әлеуметтік жасауын. Оған неше түрлі аудиолар жазып, боғау сөздер айтып, ұрып-соғып, неше түрлісін жасайтын болған. Ең маңыздысы бұл жерде бала мектеп әкімшілігіне, ұстаздарына ескерткенмен ешқандай амал қолданылмаған. Қорқып қалған бала өзінің үйіндегі қорасынан өз-өзіне қол салмақ болған. Бірақ дер кезінде ағасы көріп қалып, інісінің аманатын сақтап қалған. Бұл жерде ең маңыздысы бала кімге жүгінсе де, қайда жүгінсе де, бұл жайды, бұл мәселені біз жайбарақат қарауымызға болмайды. Мүмкін ол мектепте ол жағдай күнделікті бір қалыпты таңғалмайтын жағдай болуы мүмкін. Бірақ ең маңызды мәселе ол бұл жерде. Баланың өмірі. Және де психологтардың айтуы бойынша әр ата-ана өзінің баласымен 15 минут сөйлесуі жеткілікті екен әр күні. Бұндай әңгімелер балаға сенімділігін артып, күш береді екен. Жалпы сіздердің сыныптастарыңыздың арасында, таныстарыңыздың арасында осындай буллинг жағдайы орын алды ма? Өз ойларыңызды айтып кетсеңіздер. Менің басымнан жалпы өткен жоқ негізі буллинг, бірақ та менің сыныптасымның басынан өткен болатын. Біз мектеп оқып жүрген кезде бізге жаңадан бір қыз көшіп келген болатын. Ол қазақ тілін жақсы сөйлесе де, бірақ та ол өзге ұлттың қызы болғаннан кейін, қандай ұлт өкілі еді? Өзбек ұлты еді. Өзбек ұлты болғаннан кейін оның сырт келбеті де ерекше болатын. Соның сыныптас балдарының тарапынан көптеген әртүрлі сөздер кететін, келемеждеу сөздер, мазақтау сөздер кететін. Ол қыз оған буллингке шыдай алмай, мысалы басқа мектепке көшіп кетеді. Осыдан біздің көретініміз буллингтің адамға қалай әсер етуін. Мысалы қарапса, ол әлі құттай қыз, мектеп оқушысы, ал оған психологически болса, моральдық тұрғыда кәдімгі травма кеткен болады. Мен де есіме бір оқиға түсіп отыр. Мен 10-шы сынып оқып жүрген кезде жанында отыратын сыныптасым, барталасым менің телефонымды сұрап алады. Ол бізден 2 жас кіші 8-ші сынып оқушысына ақша болып салап, сондай бір хабарламалар жазған болатын. Келесі күні сабаққа келсем, мектеп ішіндегі мұғалімдер барлығы менің ата-анамды шақырып жатыр мектепке. Мен ештеңе түсінбей, мен де бара жатырмын. Директордың кабинетіне. Оказывается, манағы бала өзінің ата-анасына айтып, сол хабарламаларды көрсетіп, осы қыз жазды деген сияқты бір солай жеткізген болатын. Ол кезде манағы менің жанымдағы парталасым сабаққа келмей қалады, ауырып қалдым деп. Мен ештеңе түсінбей жатырмын, мен жазбаған сияқты. Танысым, бірақ манағы хабарламаның бәрі мен телефонымнан барып тұр. Одан кейін бірақ мен телефонымнан өшіріп қалған оның барлығы. Ана бала көрсетіп тұр, ата-анасы, менің ата-анам кішкене маған қарайды, өздері бір шок алып қалды, себебі енді қыз баласы кішкентай ер балаға үйтіп әліп жетіп көрсетпейді ғой. Ұлдар болмаса, сол күнді мен есіме түсіріп, манағыдай сыныптасымды шақыртып, ол бала көпке дейін мойындамай, мен жасаған жоқпын, мен алған жоқпын, себебі енді бәріміз білеміз, телефон әркімнің қолында тұра жүреді, фотоға түсе алайыншы, біреуге жаза қояйыншы деген сияқты.
сондай бір жағдай болған. Сол нәрседен кейін өзім енді телефонды ешкімге бермейтіндей болдым. Жалпы бұл ситуацияны не түйдің? Не түйдің деген сұраққа былай жауап беретін едім. Бала ең бірінші ата-анасына айтқаны өте дұрыс болды. Себебі ол бала ата-анасына айтпаса, мүмкін мана мен сыныптасым деп отырмын ғой, ол жалғастырып жүре беретін еді. Мысалы, ақшасын алып деген сияқты. Себебі 8-ші сыныптың оқушысы біздің 2 жас кіші болса да, ол енді өсіп жатқан жасөспірім бала, мысалы. Содан кейін тәрбиесіндегі орынбасарлары, директор, біздің мектептегі мұғалімдер барлығы жаңағы балаға шара қолданамыз деп шықты. Енді ондай ашық түрдегі буллинг біздің мектепте бірінші рет болып тұр. Оған дейін мүмкін ойлап қараймын, жаңағыдай ата-анасына айтпай жүрген балалар қаншама деп те ойлап қараймыз. Сол буллингтің әсеріне жаңағы балаға менің көршім сыныптасыма қандай да бір әкімшілік шара қолданды ма? Әкімшілік шара қолданған жоқ, бірақ жаңағыдай шараларға қатысуды міндеттеді ол балаға. Содан кейін сол манағыдай шараларға қатысқаннан кейін ол баланың да манағыдай жақсы қырынан да көре бастадық. Себебі әртүрлі қырлар ашылды, тәртібі түзелді, себебі ол жаңағыдай спортқа жақын сондай бала болатын. Ол поэзия оқып, көптеген өлеңдер оқып, өлеңге танымастай өзгерді. Солай басқа қырынан таныдық оны. Негізінде осы балаларға кәдімгідей буллинг әсер етеді ғой. Мысалға, буллингке ұшыраған бала, ол өзінің ортасымен араласпай кетуі мүмкін, шеттен тыс қалып кетуі мүмкін. Жабылып қалуы мүмкін, өзі ата-анасына айта алмайды, біреулер қорқады. Осы орайда сендерден сұрағым келіп отыр, осы буллингке ұшыраған балаға өздерің жалпы қандай кеңес берер едіңдер? Менің ойымша, ең бірінші ешкімнен қорықпау керек деп ойлаймын. Себебі сен қорыққан сайын сен басына береді. Ал екіншіден, ашық түрде сөйлесу керек бұл жерде. Бір-біріне ашық түрде диалог жүргізу керек. Одан кейін мен ойымша жаңа сен де айтып кеттің ғой, ата-анасы да балаға көп көңіл бөлу керек. Бүгін мектепте қандай тақырып өттіңдер, не істедіңдер деген сияқты. Қазір ата-аналар мысалы балалар сабақтан кешігіп жатса да көп қатты мән бермей жатады, қазір келеді ғой деген сияқты. Мүмкін мектептен кейін манағыдай буллинг жасап жатыр ма, бұзақылық жасап жатыр ма, оны ешкім біліп жатқан жоқ деген сияқты. Жалпы осы буллинг десе мен бұрын көзіме ер балдар ғана еститін, қазір қыз балдар да қатыспайтын болған шыны керек. Бір-бірін соғып, шаштарсып, видеоға түсіріп, одан қалса әлеуметтік жерге салып, шыны керек өздерін бір абырой санайды. Бірақ бұл жерде өте бір ұяттырақ десем болады. Мен бірінші адаммын деген сияқты әңгімелер кетеді. Сөйтіп оны абырой көріп тұр ғой. Негізі осы не үшін буллингке ұшырайды деп ойлайсың жалпы? Буллингке ұшыраудың қандай бір себептері бар деп ойлайсыңдар ма өздері? Себебі, мысалы, әртүрлі бала болады мектепте. Әр сыныпта бәрі бірдей болмайды. Біреуі үйінің ерке баласы, немесе біреуі үйінде басқаша тәрбие көреді, ата-анасы қаталдық көрсетеді деген сияқты. Ал бір балдар жабық болады, өз табиғатына сондай болады. Мінезі жай болады. Оны жаңағыдай кішкене пысықтау балдар, ортаның балдары жауып тастап, неше түрлі сөздермен оны басып тастауы мүмкін. Мектептен неше түрлі не істейтін болдық қой, төрт көз, оқымысты. Осы оқымыстыға байланысты айтып кетсем, негізі атақты Билл Гейтс, Microsoft компаниясының қалаушысы, жалпы сол мектеп кезінде буллингке ұшыраған екен. Билл Гейтс дейтін, ол мектеп кезінде сабақты қатты оқыған, оны ботаник деп, биологияға жақын. Мысалы, осыдан қарап тұрсақ, ол мектеп кезінде қандай болды, ал қазір қандай? Осыдан байқауға болады. Ол жаңағыдай жанындағы балалардың сөзін елемей, өзінің мақсатына деген бір сенімділік болған, соның әсерінен деп ойлаймын, мысалы. Ешкім сөзіне мән бермеу керек. Негізі балаларға, жалпы ата-анаға айтатынымыз, ол өз ата-анаға баласына жауапкершілікпен қарау қажет. Қазір көп ата-ана жұмысбастылыққа салынып, мысалы, баласына көп көңіл бөлмейді ғой негізінде. Ал қыздар, осылай біз тақырыбымызды қорытындылай келе, буллинг ол қоғам сыны. Айналамызға тек қана мейірімділікпен қарап жүрейік. Ал біз сіздермен қоштасамыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.